Адамдар қалай бомж болып кетеді? Сәлем дос, сенімен Дайреп. Бүгінгі видеода біз бомждар туралы айтатын боламыз. Ең бірінші айтатын сұрағым бұл: бомж деген сенің ойыңша кім? Менің ойымша бомж бұл алқаш және көрген нәрсесінің бәрін боқтай беретін наглый адам. Бірақ барлық бомждар бұндай емес. Кейбір жақсы мейірімді бомждар да болады. Балалармен ойнап жүреді кейбіреуі. Мен бұндайды көрдім. Бомждардың почти барлығы араққа кіріп кетеді, немесе наркотикқа, немесе тіпті олар бұл екеуіне де байланыспайды, жай ғана жұмысын жоғалтып алады. Или оны өзінің баласы или қызы үйінен қуып жібереді. Бұндай жағдайда болады, бұл ешкімнің басына түспесін. Осы өмірде барлығы бомж болып кетуі мүмкін. Мысалы, бизнесмендер де кризиске ұшыраса, олар да бір күннің ішінде бомж болып кетуі мүмкін. Тіпті осы видеоны қарап отқан сен де бомж болып кетуі мүмкін. Бірақ бұл жағдайдан шығу өте оңай. Главное, барлық қиындықтарға қасарысып және мақсат қоя білу. Сен сразу беріліп кетсең, онда болды. Сен өте аз ақша төлейтін жұмыстарға кіріп, өзің сияқты бомждарды тауып алып, солармен арақ ішіп, сөйтіп бүкіл өміріңді өткізесің. Бұл вообще дұрыс емес, сондықтан ойланыңыздар. Менің каналымда ақша табуға болатын өте көп схемалар бар. Соның бәрін қара, соның бәрін жасап көр. Саған сәттілік тілеймін. Сенімен болған Дайреп. Сау бол.